Бөтен намаз отыла қолдаған күш-жігері жастардың сарқылмаған, отан үшін олар шығып алаңға қарсы ағып өзендей тасқындаған. Мен бүгін тәуелсіздіктердің жетістіктеріне осы бәйтерек суретін салып көрдім. Шаттанса желтоқсанның үні бөлек, ылғайды кім болса да күле берек. Осынау 12 жыл сапары тоқтайды тәуелсіздік күніне кеп. Ағалап тұр белгісіз заман жүгін, келеді айдан да озып адам бүгін. Енді шетініш болсын еліміз деп, тілейік халқымыздың амандығын. Тәуелсіздік бізге оңай келмеді. Қазағымның алтын басын иелтіп, талай дұшпан төрімізге төрледі. Тәуелсіздік бізге оңай келмеді. Жұртым менің не қиындық көрмеді. Жылап тұрып осы жолда аналарым сан перзентін қара жолға жерледі. Бабамның дарманы осы еді ғой аңсаған, тәуелсіздіктің дәрі бақ береді баршаға. Көк туымды қолыма бүгін берік ұстадым, түсті бақыт жолыңа менің Қазақстаным. Балықта тас болады, шірікті жеп қоғамда мас болады. Ұйым жиын патшаның тонын киіп, шаштаратын алғана бас болады. Мен бұл суретті тәуелсіздігіміздің 30 жылына орай салдым. Құрметті оқушылар, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығында Қазақстан қандай жетістіктерге жетті? Қашыра. 30 жыл ішінде Қазақстан әлеуметтік және экономикалық жетістіктерге жетті. Сондай-ақ экономикалық өсімдікті дамытып, жаңа жұмыс орындарын салуға және олардың бөлінісін азайтуға мүмкіндік берілді. Жақсы, Нұрай. 30 жылдың ішінде біздің еліміз белгіленген шекарасы, діні мен тілі, мемлекеттік рәміздері мен ұлттық құндылықтары бар тәуелсіз елге айналды. Жақсы, Аянат. Бізде өзіміздің киіміміз, елтаңбамыз, туымыз және өзіміз теңгеміз пайда. Жақсы, Өркен. Осы 30 жыл ішінде біздің еліміз армиялардан дамый берді. Мысалға 1991 жылы 134 танк болды, қазір 1300 танкіден асып жатыр. Біздің Қазақстанымыз ең бірінші орын алуға сенімдімін. Рахмет, Манчук. 30 жылдың аясында Қазақстан, тәуелсіз Қазақстан туризм саласын дамытты, туристік жерлерді ашты, Қайынды, Бурабай, Түркістан қаласы және де Экспо 2017.